Тед Тернер Америка Құрама Штаттарында бизнесмен ретінде кеңінен танылған соң TN арнасын құрды. Тернер ұйымдастырған ақш пен Кеңес одағы арасындағы ізгі ниет ойындары көпшілікке белгілі. Бірақ танымалысының жаңалықтар желісі Тед Тернердің ең маңызды идеясы болып табылады. Тед Тернер алғаш рет Times журналында пайда болды, онда ол жылы адамы атанды. Әкесінің ізімен. Тед Тернер 1938 жылы 19 қарашада Цинциннатиде дүниеге келген. Ол ата-анасымен Теннессиге көшкен кезде бала болған. Бұл көптеген жылдар бойы Тедтің үйіне айналды. Тедтің әкесінің жарнамалық агенттігі гүлденді. Алайда әке мен бала арасындағы қарым-қатынас өте қолайлы болған жоқ. Бұған олардың көптеген мәселелер бойынша әртүрлі көзқарастары ықпал етті. Соның салдарынан әке мен бала көп мәселеде ортақ тіл таба алмады. Дегенмен Тедтің өзі әкесінің керемет үлгі болғанына сенеді, және оның көптеген сабақтары оның кейінірек кәсіпкер ретінде қалыптасуында баға жетпес құнды болды. Тедтің мектеп жылдары да ерекше болды. Ол оқуға да, спортқа да ден қойды. Әдетте бір саладағы табыс сирек сәйкес келеді. Дегенмен Тед екеуінде де табысқа жете алды. Бірақ ол өзінің ерекше жаман мінез құлқымен танылған жоқ, ол үшін әкесінің тарапынан жазаланды. Осыған қарамастан Тед әрқашан әкесіне қарап отырды. Мектепті бітіргеннен кейін жағдай басталды. Болашақ туралы ойлар. Ең жақсы нұсқа беделді оқу орнын таңдау болды. Бұл қызықты шешім болды. Тед филология мамандығы бойынша грек тілін үйренгісі келді. Әкесі үрейленіп, үлкен қиындықпен баласын экономикаға оқуға көндірді. Әкесінің ықпалынсыз тын болмас еді. Тедтің өзі кез келген университетте грек тілінің профессоры болып, студенттерге сабақ бере алар еді. Әкесінің өзі Тедке өмірдегі өз жолымен жүрудің маңыздылығын сіңіргенін атап өту маңызды. Көпшілік басшылыққа алынатын стереотип емес. Өз жолыңызбен жүру маңызды, сонда ғана сіз лайықты табысқа жетесіз. 3-ші курста әдепсіз мінез құлық үшін университеттен шығарылғаннан кейін, ол 1960 жылы әкесінің компаниясында жұмыс істей бастады. Сол жылы Тедтің бірінші некесі болды, ол ұзаққа созылмады. Алайда бұл жас жігітті тоқтатпады, және ол 1964 жылы екінші рет, бұл жолы Смит Ширлиге үйленді. Әкесінің компаниясының жұмысы таусылды, бұл Тед ұсынатын мүмкіндіктерді таусылып, жаңа нәрсені қарастыруды білдіреді. 1967 жылы ол Отск сатып алды. Ол кезде компания банкротқа ұшырады, сондықтан Тед оны тегін сатып ала алды. Сөйтіп кәсіпкер өз арманын жүзеге асыруға кірісті. Ол хабар тарату форматының өзін, сондай-ақ компанияның саясатын өзгерте алды, маркетинг стратегиясын қайта өңдей алды және Ол жаңалықты әдеттегі уақытта емес, 5 минут бойы таратуды ұйғарды. Бәсекелестеріне қарағанда бұл ең жақсы нұсқа. Оның үстіне бұл бірінші хабар болды. Алайда соңғысы жарты сағатқа жуық бұрын эфирге шықты. Міне осылайша жұрттың назарын өзіне аударып, көрерменге жол тартты. Ал қазірдің өзінде 1980 жылы TN дүниеге келді. Бастапқыда бұл жай ғана кабельдік арна болды, әдеттегі, әсіресе байқалмайды, бірақ өзінше революциялық болды. Ол 24/7 жұмыс істейтіндіктен ең қызықты жаңалықтар, өзекті репортаждар, сюжеттер, тақырыптық бағдарламалар және оған бәсекелестіктен ерекшеленуге мүмкіндік берді. Мұның бәрі және тағы басқалар Тед Тернердің данышпандығы арқасында болды. TN тілшілері ең маңызды оқиғалардың алдыңғы қатарында болып, жаңалықтарды бірінші кезекте көрермендерге жеткізе алады. Компания 1993 жылы Ресейдегі төңкеріс туралы тікелей эфирге шыққанда жаһандық жетістікке жетті. Тікелей эфирде Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің шабуылы көрсетілді. Бұл оның рейтингісін арттырып, жаңа көрермендер тартқан арна жұмысының тамаша көрсеткіші болды. Бұл компанияның әлемдегі ең ықпалды жаңалықтар ұйымдарының біріне айналуына және біраз уақыттан кейін бірінші орынға шығуына мүмкіндік берді. Тедтің өзі ешқашан компания саясатына немесе жаңалықтардың көпшілікке ұсынылатын форматына көп әсер етпеген деген қызықты теория бар. Бәсекелестерінен ерекшеленетін редакциядан қалыс қалмауға тырысты. Кейбір ірі компаниялар өз басшыларының саясатының көрінісі болып табылады. Бұл жөнде Тернер ешқашан араласпады. Ол үшін бір ғана нәрсе маңызды болды, жалпы бизнестің табыстылығы. Айта кету керек, барлық жетістіктеріне қарамастан Тедтің өзі кем дегенде 4 рет банкроттықтың алдында тұрған.
Мұны атап өту маңызды, өйткені барлық данышпандар қателеспей атақ-даңққа жетеді деген қате түсінік бар. Бұл жай ғана жағдай емес. Тедтің әкесі қайтыс болғанда, ол тәжірибесіз адамның басқаруындағы компанияны мұра етті. 24 жастағы жігіттен байсалды көзқарас күту қиын еді. Осылайша бәрі дұрыс емес болды. Тед болмаса оқиға осымен аяқталуы мүмкін еді. Дегенмен басқа қателер, әртүрлі пайдасыз сатып алулар, инвестициялар және т.б. дегенмен Тернердің данышпандығы оны ұстап тұрды. Ол ешқашан толығымен банкротқа ұшыраған емес, бұл таңқаларлық. Бұл әсіресе таңқаларлық, өйткені Тедтің өзі ешқашан тәуекелден қашпаған. Ол Наполеонға еліктейтінін айтуды ұнататын. Соңғысынан айырмашылығы, Тед Ватерлоуда жеңіске жетті. Тернердің келесі некесі Джейн Фонда болды. Мүмкін, бұл оның болашақ әрекеттеріне әсер етті. Ол белсенді филантроп, өнер меценаты және демеуші болды. Алайда оның әрекетін риясыз деп айту қиын. Керісінше, оларды оқиғаның сән-салтанаты және Тедтің өзі алған түрлі пайдалы бонустары басқарды. Фондамен ажырасу кейіннен болған жоқ. Бұл қайырымдылық жүйесінің құлдырауы болды. Тед бұған әлі де белсенді қатысады. Қазіргі уақытта Тедтің жағдайы жақсы. Ол ресторатор, бизон етін ұсынатын мейрамханалар желісінің иесі болды. Бұл тек қана мейрамханалар желісі, өйткені Тед бизон өсірумен айналысады. Әрине, пайда үшін. Оның барлық талпыныстары сияқты.